Сәлем достар, қалайсыздар? Күндеріңіз қалай өтіп жатыр деп. Мен біраздан бері 3 минутты макет салмаппын. Қазір бір жерге срочно бара жатырмын. Әр жағынан тісімді емдетуге жұлдыруға барамын бүгін. Сосын сіздерге бірден макет түсіріп алайын деп кеттім. Кеше деген Головкиннің бойына тұрамын дедім да ұйықтап қалыптым, тұра алмай қалдым. Енді ойладым, мен оны ұтқан шығар деп ойладым ғой енді. Ұйқыдан тұрдым где-то обедтерде, 11-лерде. Сосын Дудозерді қарадым, интернетте өзім Дудозерға ғана подписан болдым. Сөйтем наш чемпион деп жазып қойыпты. Сосын Геннадий ұтты екен деп, настроением күшті болып әңгіме соғып, оны сол настроением подругаме барып қайтайын деп, әңгіме айтып кетейін деп, сол подругам бардым. Отсам сияқты біреулер әңгіме айтып тұрды, бір балдар жұмысында. Геннадий ұтып қалыпты. Ойбай, содан өмірім до и после бөлініп кетті ол Геннадий ұтып қалды. Жылағым кеп, түрім жыламаса да жүрегім жылап. Бір неча болғанда қоя кету керек еді Головкин. Нервыма тиіп, уайымдап отырмын, аяқ қолым діріліп кетті. Өзім басымда проблема жоқ та ше, қалай Головкинге уайымдап. Соны бірақ Головкинді ойланып баратын кезде бір мешітке барып оқытып алу керек бе деп, жолын аштырып жүру керек бе деп. Көз тиген ғой, қанша адам алдына шығады, конечно. Менің өзімде мысалы мына жаққа шыға білсем, кейде ана жеріме ұрады, тона жеріме ұратын болып кетті. Сол мама да айтады, көз тиген, саған көз тиген деп. Сол тамағым үсіп кетсе де көз тиген дейді, бірақ бұл мама. Тамақ деген вирустан деді ғой. Ладно енді. Сонымен сөйтіп оқытып алып, қанша адам көреді оны ше, мысалы, настроение болмады, жылағың келмей, үйге келе жатқан кезде бір жылап алсам деген ішімдегіні шығарып та қоямын. Содан кейін қасымда подружкам айтады, ақуызың жапшы, қош. Ол деген қанша $1 миллион алды ұтылғаннан деп. Деп қуанып қалдым. Сосын ақыры әйтеуір дымсыз кетпепті ғой. Ақтан бүкіл ақшасын ана сары алып қоя ма деп ойладым, уайымдадым. Ақша алып кетсе болар әйтеуір, бекерге төбелеспей. Фанаттар жылаған кезде видеосын келіп көрдім кешке қарай. Вообще жылаған келіп, масқара болдым. Түнде душқа түсіп жатқан кезде бір жылап алдым. Мен де Головкин $1 миллион алып жатыр ұтылса, бір жерге ұтылмай ақтам ақша таппай. Өзіңнің өміріңе жылашы сен. Сол кешегі өмірім Головкинді ойландым. Содан кейін әйтеуір ақша алыпты, $1 миллион алады ұтылғанына деген өзі қуанып кеттім, Құдайға шүкір. Өзіміздің чемпион ғой. Не істейміз, сонымен төбелеспесек та біз білеміз ғой сен чемпион екеніңді. Бірақ біз ақша бермейміз, төбелесу керек. Осы бетімді әңгімені соқтырған кезде 3 минут болды ал. Контур жасайын теніммен. Арықтатамыз барынша. Бет